Қайырлы күн, бүгінгі массаж дөңес мұрынға арналады. Ең алдымен таза бетімізге крем жағып, осылай мұрынның екі жағын жайлап, домалата массаж жасаймыз. Осылайша біз барлық шиеленістерді, яғни напряжениелерді босатамыз. Келесі біздің жаттығуымыз мұрынның екі жағын, яғни қабырғасын осылай жоғары қарай тартып сипалаймыз. Сондай-ақ бұл қас арасындағы әжімді де кетіруге септігін тигізеді. Енді мұрынның екі жағын, яғни қабырғасын осылай домалата, яғни пружина сияқты жасап уқалаймыз. Енді бір қолымызбен мұрынның қабырғасын демеп ұстап, екінші қолымызбен мұрынның қабырғасын жоғары тарта, көтере сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа да қайталаймыз. Сондай-ақ мұрынның ұшын қысып, ортасын, яғни дөңес жерді сипалаймыз. Енді мұрынның жоғарғы жағын қысып, мұрынның үстіңгі бөлігін сипалаймыз.
Мұрынның ортаңғы бөлігінің жанын осылайша сипалаймыз. Енді мұрынның ұшын екі қолымызбен 30 секундтай қысып ұстап тұрамыз. Сондай-ақ мұрынның жоғарғы бөлігін осылай қысып, тағы да 30 секунд ұстап тұрамыз. Енді мұрынның үстін осылай сипалаймыз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Сондай-ақ ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.